паркқа барамыз дедің ғой. Жақсы, сау болыңыз, рахмет. Кіруге бола ма? Сәл кідіре тұрыңыз. Кезекті ұмытыңыз. Әке, халыққа қызмет көрсету орталығынан цифрлық қолтаңбаңызды алып едіңіз ғой? Міне қараңыз әке, егов KZ порталына кіресіз. Жеке кабинетіңізді ашасыз. Көрдіңіз бе? Мұнда электронды денсаулық төлқұжатыңыз шығады. Мынау сіздің емханаңыз. Ал мынау сіздің учаскелік дәрігеріңіз. Сіз оған қабылдауға жазыла аласыз. Байқадыңыз ба? Барлығы оңай. Енді кезек деген келмеске кетті. Барлық жазулар бірыңғай мәліметтер базасында сақталады. Бұл жерден сізді дәрігер қалай емдегенін, қандай дәрі-дәрмек жазып бергенін оқи аласыз. Ең аяғы анализіңіздің нәтижелері, сондай-ақ диагнозыңыз. Оның үстіне балаларыңыздың медициналық жазбаларында оқуға болады. Мысалға біздің Еркені алайық. Ал қарайық. Міне, аллергия жоқ. Айтқандай Айжан, маған телефоныңды берші. Тағы бір қызықты қараңыз. Жеке кабинетіңізде SMS хабарлау жүйесі бар. Осыны телефоныңызға орнатсақ, ауруханаға жоспарлы түрде қай кезде және қай жерде болғаныңыз туралы мәлімет келетін болады. Бұл әсіресе созылмалы ауру бар адамдарға және аяғы ауыр әйелдерге өте ыңғайлы. Мынау сіздің емханаңыздың сайты. Байланыс орталығының нөмірде тұр екен міне, қоңырау шалайық. Алло? Қайырлы күн, жеке сәйкестендіру нөміріңізді айтасыз ба? Қазір айтайын. 560 030 444 566. Қантыңыз қалыпқа сай екен, бірақ үйде қан қысымыңызды өлшеп жүріңіз. Сіздерге барудың енді қажеті жоқ қой. Жоқ, электронды кабинет арқылы нәтижелерді жіберсеңіз болды. Рахмет, сау болыңыз. Керемет. Болды ма? Енді біз паркке бара аламыз ба? Иә. Бұл ең қарапайым қазақстандық отбасы. Олар денсаулық бар байлықтың бастау екенін жақсы біледі. Ынтымақ жарасқан отбасы мүшелерінің бір-біріне деген мейірімнен сезілетін жылылық жан жадыратады. Сен жалғыз емессің.